Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Сіздерге бүгін үйдегі бар қарапайым заттардан жасалатын осындай әдемі торттың рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Ыдысымызға 5 жұмыртқаны жарып, үстіне шым-шым тұз салып, осылайынан миксермен шамамен 1 минуттай араластырамыз. Үстіне 200 грамм қантымызды қосамыз. Сіздер үшін арнайы санап қойдым, 12 ас қасық болады. Жылдамдығын аз-аздан көтеріп отырып, осылайынан аппақ масса пайда болғанша миксерлейміз. 11 ас қасық ұнымызды осылай толтырмай саласыз. Және де 30 грамм жүгері крахмалы, болмаса ұн қолдансаңыз да болады. Және де 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, араластырып, барлығын електен өткізіп, дайын болған массамыздың үстіне саламыз. Сосын осылай венчикпен немесе силиконды күрекшенің көмегімен жоғарыдан төменге қарай көтеріп отырып араластырамыз. Осындай қою қамыр шығады. Үстіне жуып тазартылған 100 грамм мейізді қостым. 1-2 жаңғағын қоссаңыз да болады, тіпті екеуде болмаса қоспай қойсаңыз да өте дәмді болады. Дайын болған қамырымызды қалыбымызға құйып пісіреміз. Менің қалыбымның диаметрі 22 см. Мыналы қызып тұрған пеште 170 градуста 40 минут пісіреміз. Піскенше есігін ашпаймыз. Міне біздің бисквитіміз пісті. Піскенін осылайынан ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Құрғақ болуы керек. Қолымыздан босататын кезде шеттерін кішкене пышақпен айналдырып жүргізіп шығыңыз. Бисквитімізді төңкеріп сеткада суытамыз. Дәмі кішкене өзгеше болсын деп үйде бір алма бар екен, содан ортасына салмасын жасадым. Алманы осылайынан тазартып алып, ұсақтап, төртбұрыштылап турап алдым. Жартылай отта қызып тұрған табаға 1 ас қасық сармай, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық бал, кішкене татымына қарай корица, лимон қышқылын қосып, жақсылап өстіп араластырып, еріген соң үстіне алманы қосып 3 минуттай қуырып алдым. Әрине бұл міндетті емес, дәмі бірақ сондай ерекше болып шықты. Бисквитіміздің бетіндегі осылай томпайып тұрған жерін кесіп алып тастадым. Қазір бетіне сепкенге қолданамыз. Бисквитімізді 4 бөлікке бөлеміз. Менде арнайы бисквит бөлетін пышақ болған жоқ. Сол үшін осылайынан шеттерінен кішкене із қалдырып алдым да жіптің көмегімен кесіп шықтым. Ешқандай да қиындығы жоқ. Жіпті осылайынан екі шетіне қарай тартып отырып кесіп аласыз. Сонда бисквитіңіз біркелкі түзу әдемі болып кесіліп шығады. Мінекей осындай. Қалғандарын да дәл осылай 4-ке бөліп шығамыз жіптің көмегімен. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін осылай қайнатпалы қою сгущенкамызға 2 ас қасық қаймағымызды қосып, екеуі біркелкі бір түсті массаға келтіріп аламыз. Енді қалған қаймағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Егер миксер болмаса, венчикпен де араластырсаңыз болады. Мінекей біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинайық. Бірінші коржымызды салып, үстіне кремімізді жағамыз. Үстіне дайындап қойған салмамызды 4-ке бөліп, соның бір бөлігін саламыз. Дәл осылайынан қалған 4 коржды салып, ортасына кремін жағып, салмасын салып жасап шығамыз. Егер сізде дөңгелек кольцо болмаса, тарелкеге немесе басқа ыдысқа жинай берсеңіз болады. Бірден сразу шеттеріне кремдерін жағып, тоңазытқышқа қоясыз. Каналымда құрамы қарапайым заттардан жасалатын түрлері ерекше рецептер бар. Каналыма кіріп көрсеңіз болады. Тоңазытқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Осындай кішкене крем қалды, оны да тоңазытқа саламыз. Қазір шеттеріне жағамыз кольцоны алған соң.
Жаңағы ең үстіндегі кесіп алған кішкене коржымызды пешке 150 градусқа 10 минутқа осылайынан кептіріп аламыз. Сонда үгіткенге жақсы болады. Салафанға салып оқтаумен осылайынан оңай үгітіледі. Бетіне себетін біздің ұнтағымыз дайын. Шеттерін осылайынан пышақпен жүргізіп біздің формамыздан ажыратып аламыз. Енді тортымыздың айналдырып барлық шеттеріне қалған кремімізді жағып шығамыз. Ұнтақты осылайынан силиконды күрекшенің көмегімен жақсаңыз біркелкі болып шығады. Қалған ұнтақты осылайынан бетіне сеуіп шығамыз. Менде кішкене қаймақпен осылай қайнатпалы қою сгущенка қалған. Сол екеуін араластырып қазір бетіне әсемдеуге қолданамын. Әсемдеу өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Үйде егер жеміс-жидек болса, сонымен әсемдесеңіз болады. Тәттілер болса, сонымен әсемдесеңіз болады. Тіпті шоколадты үгітіндіден өткізіп, сеуіп шықсаңыз да болады. Тіпті балды торт тәрізді әсемдемей-ақ жей берсеңіз болады. Мінекей достар, өзі сондай құрамы қарапайым, үйдегі бар заттармен жасалатын тортымыз дайын. Өзі сондай биік болып шықты, биіктігі 9 см болды. Қазір ортасын кесіп көрейік. Кескенде өзі сондай мамық, жұмсақ, үлпілдеп тұр. Және де ешқандай пропиткасыз сондай ылғалды болып шықты. Достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ. Және де ешқандай да қымбат сливкесіз, қымбат сүзбелі ірімшіксіз жасалатын ең дәмді торт. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыз.